Ой, онда мен жол болса кете берейін, иә? Кете бер. Ойбай, сәлем, қаласыңдар? Жақсы, өзіңіз? Жақсы. Мелис, қалайсың? Жақсы, әпке, қалайсыз? Мен саған бір нәрсе айтайын деп едім. Оны мен бара берейін, бара бер. Мен саған бір өтінішім бар, Мирей. Айта беріңіз, жүріңіз, бірінші шай ішейікші. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе, айналайын? Қалайсың? Мирей, мен саған бір өтінішім бар. Гүлназ, әпке, айтшы, не болды? Мен 15 жылға бір жерге бара жатырмын. Сол себепті сен менің қызыма қарай аласың ба? Сіздің қызыңызға ма? Я қараймын ғой, оған рұқсат береді. Бірақ сіз өзіңіз келесіз бе? Келмей қоюым да мүмкін. Сол себепті оған мамамын деп айта бер. Қалай сонда? Жарайды, қарайсың ба, қарамайсың ба? Айтшы, өтінемін. Қараймын. Жарайды, рахмет саған. Жылама, жаным. Мен қызымды бөліп жармашы. Өзіңнің балдарың бар ғой, ешкімнен кем қылып өсірмеш. Ақшасын тастап кетейін. Жоқ, керек емес, Гүлназ. Қараймын ғой, өзімнің қызымдай. Жарайды, рахмет саған, Гүлназ. Сау болыңыздар. Қазір кетесің бе? Я, қазір кетіп бара жатқам. Сау бол, айналайын. Гүлназ әпкең не дейді? Ол айтады, қызымды қарай тұрш дейді. О, жақсы ғой, немереміз болады, тәп-тәтті қыз, көз тимесін. Я, жақсы болады ғой. Жарайды, онда Нұрлан, мен кетейін. Жарайды, сау болыңыз. Сен неғып жүрсің, Нұрлан, жұмысқа бармайсың ба? Мен бір затымды ұмытып кетіп едім. Жарайды. Неге жанияң қолына ұстап алғансың? Өйткені оны мамасы Гүлназ тастап кетті. 10-15 жыл дейме бір нәрсе дейді. Бір жерге барам да келем дейді. Білмеймін. 10-15 жылдай өзің өсіресің дейді ғой. Бірақ мен оны анасы ретінде қабылдай аламын. Бірақ сендер рұқсат бересіңдер ме? Жарайды, біз рұқсатымыз бердік. Я, айналайын, бізге де немере керек еді ғой. Әсем қызым тұрсай. Ау, анашым, не болып қалды? Әсем, мына бөпе сенің бөпең болады. Қалай сонда, анашым? Маған бұл кукла десем, куклаға ұқсамайды. Я, бұл тағы да кішкене бөпем. Қалай сонда? Сіз тағы да бөпе алып келдіңіз бе? Жоқ, бұл сенің Гүлназ әпкеңнің қызы. Яғни бұны 10-15 жылға тастап кетті. Сен оға дейін үлкен қыз болып жұмыс істеп кетесің. Ал бұлар 10-15 жастағы кішкентай қыз бала болып өседі ғой. Күшті екен қайта. Сен Айбекті қарайсың, а мен Жанияны қараймын. Я, өте күшті. Маған ұнап бара жатыр, қызым сол. Сен қамқорсың ғой. Кімді болса да қабылдай бересің. Я, мен қабылдаймын ғой. Бірақ ата-әжем, әкем рұқсат берді ма? Я, қызым рұқсат береді ғой, олар бала жақсы көреді ғой. Бала жанды болғанына қуанам. Я, мен де қуанам. Онда кеттік, кішкентай бөпелерді ойнатып қайтайық. Я, жарайды, таза ауа жұтқызып қайтсақ өте жақсы болатын еді. Не екеуіне колеска. Я, ана бөпені алып келші. Жарайды. Жүр, кеттік, Айбек. Айбек, Жания, енді сендер осы жерде отырасыңдар. Кеттік, қызым. Кеттік. Ата, апа, біз серуендеп келеміз. Жарайды, ана, бара беріңдер. Сәлеметсіз бе? Бұл жақта адам жоқ қой. Қазір келетін шығар. Ой, кешіріңіздер, сіздер ме келейін деп жатырған? Я, қандай мороженое қалайсыздар? Айта беріңіздер. Қызым, не қалайсың? Маған клубника дәммен
мороженое бере салыңызшы. Иә, қазір. Не? Оп, ешнәрсе қоспаймын ба? Иә, ешнәрсе қоспай-ақ қойыңыз. Мә, ас болсын. Сізге керек пе? Жоқ, керек емес. Онда жүр ана жаққа барайық та. Иә. Не еткен күшті жер, иә? Әсем. Иә, анашым. Мына жақтың табиғаты өте зор ғой. Осы жерге барып келіп жүрейік та енді бір апта өткеннен кейін. Иә, мен де келісем. Мына қарашы, мына көжекті. Кәне, көжек бар ма? Иә, міне жүр. Ой, мына көжек қорқақ екен, иә? Иә, онда уақыт болып қалса, біз барайық үйге. Анашым, еш жерді аралаған жоқпыз ғой. Әсем, енді әже атаңа шай беру керек қой. Сол себепті еще біздің кішкентайлардың қарны ашып қалған шығар. Жарайды. Онда барайық үйге. Келін. Ау, апа. Осы сенің әпшеңнің кеткеніне 15 жыл болды. Я білем. Енді келмеді ғой. Қызын алып кетпей ме? Қызы уже 15-ке толды. Я, апа, ол келмеймін деп айтқан. Өйткені өзінің анасы бол деп айтқан маған. Жарайды, мақұл. Мәңгі бақи біздің үйде қала ма? Я, апа. Жақсы болыпты онда. Кім? Әсем, Айбек, Жания, бер келіңдер. Ау, анашым, не болды, анашым? Сендер енді өсіп қалыңдар. Я, анашым, мына екеуін кішкентай кезімде мен көргем ғой. Я, анашым, біз кішкентай кезімізден өстік. Не болып қалды енді? Қыздар, балам, қыздарым, осы жас болып жүргенім сендердің арқаларында. Енді сендердің барларыңа рахмет айтқым келеді. Біз сіздің дүниеге алып келгеніңізге рахмет айтқымыз келеді. Я, анашым, сіңлімнің айтқанымен келісем. Я, мен де қарындасым айтқанымен келісем. Неге, анашым? Біздің қарындасым екеуміздің жасымыздың айы тек 3 ай үлкенмін мен одан. 3 ай дегенде. Балам, не қыласың? Кейін айтамын саған. Жарайды, кейін айтсаңыз болды. Просто мен одан 3 ай үлкенмін да. 3 ай менің балам, болды, қойшы. Тамаққа келіңдер. Қазір тамақ жасаймыз. Әсем және екеуің қалыңдар. Біз тамақ жасайық, қыздар. Ал сен боксыңа барасың ба? Я, бар. Бокс дегенде санашым волейбол. Я, волейболыңа барасың ба? Я, барам. Онда барып кел, балам. Әжеңді сосын кейін барып, анау әжелерің не ойнайды екен? Аты не еді? Черный газды. Я, черный газды сояққа тастап кете салшы. Жарайды, жүріңіз әже, машинаға мініңіз. Жаным балам-ай. Осымен біздің көп күшті сериалымыз аяқталды, достар. Сериал ұнады деген ойдамын. Екінші частьті шығарамын. Оны көріп кетіңіздер. 2-3 күннен кейін шығып қалады. Ал енді осы менің еңбегім үшін лайк басып, пікір жазыңыздар, және тіркеліңіздер. Мен сіздерден сұрайтыным сол-ақ. Ал мен сіздерді жақсы көремін. Сау болыңыздар, достар.